Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді әрі жұмсақ бір жасағаннан ақ дайын болатын қылмындылар жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Ал ендеше бастаймыз. Бізге үлкен көлемдегі 2 стақан су қажет болады. Судың температурасы маңызды емес. Және де үстіне 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді үстіне жоғары сұрыптағы ұнымызды бөліп салатын боламыз. Мен алғашында ұнымды венчикпен араластырып аламын. Солай ыңғайлы әрі қамырымыз іріткісіз дайын болып шығатын болады. Ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Сол кезде қанша ұн қосқанымызды және қатты болып кетпеуін қадағалап, жақсылап илеп шығатын боламыз. Бізде сұйықтығымыз осылай қоюлана бастаған кезде үстіне тағы да ұн қосып, қолмен илеуді жалғастырамыз. Қамырымызды жақсылап июі қанғанша іртіксіз илеп шығыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз әдемі жайылып, өте керемет болып шығатын болады. Бізде осылай июі қанған қамыр дайын болды. Енді біз бұны бөлме температурасында бетін жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Қыздар, менде мұнда қамырым 10 минуттай бөлме температурасында тұрды. Енді осы қамырымды алып, бір қайтарып жіберетін боламын. Міндетті түрде әрқашан қамыр илетін болсаңыздар, осылай әрбір қамырларыңызды бір қайтарып қойғандарыңыз жөн. Сол кезде өте мөлдір әрі керемет қамыр иленіп шығатын болады. Тағы да бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қыздар, мұнда қамырымыз 10 минуттай бөлме температурасында тұрды. Енді бұны ыдысынан босатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз орташа тығыздықта иленіп шыққан. Қатты да емес, қатты жұмсақ та емес. Астына кішкене ұн сеуіп алыңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Және де видеода көрсетілгендей етіп, қақ ортасынан 2 зуала, яғни 2 бөлік жасап алыңыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, оларды дөңгелекше етіп жасап алатын боламыз, қыздар. 2 зуаламызды да осылай дөңгелекше етіп жасап алыңыздар. Сол кезде қамырларымыз жақсы әрі жаюға ыңғайлы дөңгелек болып шығатын болады. Енді қамырларымызды 10-15 минутқа жұмсарғанша жаюға дайындап қоямыз. Қыздар, біз мұнда қамырларымыздың жан-жағын басып, дөңгелекше пішінге келтіріп алып жатырмыз. Сол кезде қамырымыз дөп дөңгелек болып жайылып шығатын болады. Қылмандының қамырын міндетті түрде мөлдір, яғни жұп-жұқа етіп жайып шығыңыздар. Сол кезде қамырларымыз өте жұп-жұмсақ әрі жұп-жұқа болып шығатын болады. Міне қыздар, менде жұп-жұқа қамыр дайын болды. Енді бізге осындай дөңгелек ыдыс қажет болады. Оны қамырымыздың үстіне қойып, жан-жағын пышақпен кесіп алатын боламыз. Дәл осы әдіспен тестаны жасайтын болсаңыздар, уақыттарыңызды үнемдеп, әрі жұп-жұқа дөңгелек барлығы бірдей пішіндегі қылмындылардың тестасын жасап шығатын боласыздар. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қолдап, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Бізде осындай керемет дөп дөңгелек болып шығады қамырларымыз. Барлығын осылайынан кесіп дайындап алыңыздар. Бір зуаланың өзінен осыншама көп тесталар дайын болып шығады. Енді біз бұларды орташа отта қызып тұрған табамыздың үстіне 2 бетін пісіріп алатын боламыз. Қыздар, қамырларымыз осылайынан қызарып піскен уақытта үстіне екінші тестамызды салатын боламыз. Үстіне ешқандай май, су жақпаңыздар. Мүлдем жабыспай, барлық жері пісіп, керемет болып шығатын болады. Жабысып қалады деп немесе піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Үстін видеода көрсетілгендей етіп сала беріңіздер.
Қыздар, қараңыздар, мен мұнда 15-20 шақты қылмындылардың тестасын пісіріп алдым. Міне қыздар, біздің тесталарымыз жақсылап пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, барлық жері әдемі, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Міне қыздар, біздің тесталарымыз бір-біріне мүлдем жабыспайды. Сондықтан уайымдамаңыздар. Енді біз бұл тестаны одан сайын жұмсарту үшін кәдімгі бөлме температурасындағы суды үстіне осылайынан жағып шығатын боламыз. Алғашында бірінші тестаны екі бетінде сулап алыңыздар. Сосын үстін қойып, әрбір тестаны сулап шығыңыздар. Сол кезде жұп-жұмсақ теста дайын болады. Енді үстін салапанмен немесе ыдыспен жауып, 20 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Енді осы уақытта біз қылмындының кремін дайындайтын боламыз. Қызып тұрған тапанын үстіне ұнымызды салып, жақсылап сарғайтып аламыз. Қыздар, ұнымызды міндетті түрде осылай табаға пісіріп, сарғайтып алғанымыз дұрыс. Сонда өте керемет, нағыз қылмындының кремі дайын болып шығатын болады. Енді сүт қажет болады. Дайын болған ұнымызды сүттің үстіне салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Асты жабысып қалмасын, және де ешқандай іртігі қалмайынша араластырыңыздар. Енді бізге жарты пиала шекер қажет болады. Оны да салып, міндетті түрде 10 минуттай тоқтаусыз араластырып тұрыңыздар. Бізде қамырымыз осылай қоюланып, креміміз қою және де қоңырқай түсте дайын болды. Міне қыздар, біздің қылмындыларымыздың тестасы да және де қоңырқай, әдемі, дәмді, керемет кремі де дайын болып шықты. Енді біз тестамыздың жарты бөлігіне қана кремімізді жағып шығамыз. Барлық жеріне жағудың керегі жоқ, себебі майлы болып кетеді. Енді әрбір тестамызды осылайынан бетін жауып жасап шығатын боламыз. Міне қыздар, менде барлығын осылайынан жасап шықтым. Барлығы өте керемет болып шықты. Енді біз қызып тұрған майымыздың үстіне әрбір тестамызды осылайынан бір 10 секундқа немесе 5 секундқа қыздырып аламыз. Міне қараңыздар, біздің қылмындыларымыз сондай жұп-жұмсақ, әрі майлы, тойымды болып шықты. Қыздар, енді сіздерге осындай кереметтей қылмындыларды дайын болғанын көріп тұрсыздар. Өте керемет, дәмі ауыздан кетпейді, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Қыздар, менен сіздерге қылмындылардың видеосы, ал сіздерден маған лайк, комментарий, подписка болсын деп айтқым келеді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңыз таң қалатын болады. Дәмі деген енді айта алмаймын, өте керемет болып шығады. Аналарыңыздың да, үйдегі ата-әжелеріңізден көңілдерінен супер, өте керемет болып шығатын болады. Сондықтан осы рецептпен жасаңыздар, міндетті түрде қайта-қайта айта беруден шаршамаймын. Отбасыларыңызды таң қалдырудан және де қарынын тойдырудан шаршамаңыздар. Ас болсын қыздар, назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған балауса.